деген секілді. Сол үшін осы инструментті көбінде қолданып жатады. Келесі табло. Яғни бір жарыс кезінде бірнеше топ болса, мысалы 3-4 топ болса, солар арқылы солардың мысалы біреу 1 ұпай жинады, екіншісі 2 ұпай, біреу мүлдем жинамады, біреуі 3 ұпай жинады деген секілді осы таблоны қолдансаңыздар болады. Және де осы топтардың атын өзгертсеңіздер болады. Келесі біздегі инструмент бұл половина деген. Яғни бұл жерге тағы бір экранды қосып қойсаңыздар болады. Ноутбукта, компьютерде болып жатады ғой, екі вкладканы осы ашып қоятын кездер. Дәл солай осы жерде екі вкладканы, мына жерде мысалы басқа приложение ашып қойсаңыздар, астына басқа